Қайырлы кеш, қалайық? Қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Қолдап демеп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Ой пікірлеріңізді білдіріп жатсыздар. Мен осы видеодан алдын бір пост салған едім, видео үндеу жасағам. Облыстық мәслихат депутаты Ғани Райымбеков ағама жайлы. Осындай звондадым, аламадым, WhatsApp-ыңызға жаздым, жауап бермеді деген сияқты. Сол себепті сол мақсат, сол немен мен видео үндеу жасағам. Сонымен қазір Ғани ағамызбен сөйлесіп, телефон арқылы сөйлесіп, тілдесіп, проблеманы шештік, бір-бірімізді дұрыс түсінбей қалған кездеріміз болды. Соны қайта ашық айтып, солай шешіп алған жайымыз бар. Сол себепті алдыңғы постты мен Ғани ағаның құрметі үшін ол постты өшірдім. Бұны не үшін мен бұлай видео үндеу жасап жатырмын? Сіздер кей адамдар бар, осылай шантаж жасап, өзінің жеке бас проблемасын көтеріп, елді мәселесін көтергенсіп, жеке бас проблемасын шешіп алып, ақша жасайтындар бар. Сондайлардың мен қатарынан емеспін. Сол себепті өздеріңізбен ашық осындай видеоны түсіріп жатқаным бар. Ондайлар біздің қоғамда көп, жетерлік. Сондайлардың қатарынан болудан сақтаймын және арымды. Жалпы осы жағдай. Құдай қаласа Ғани ағаны өзі келіп, ауылдағы паркті көріп, өз қолдауын білдіретін болды. Бірақ мен айттым, Ғани аға, ешқандай қаражат қажет емес. Бізде қазір қаражат толық жетеді. Жеткенше өзіміз апарамыз. Сол себепті мен сізді қинамаймын. Мен осыны түсіріп сізге мынанша теңге бер деп мен айта алмаймын дедім. Ондай адамдардың қатарынан емеспін. Сол себепті мен сізден қазір ешқандай қаражат талап етпеймін дедім. Сонда да Ғани аға өзі, Құдай қаласа, ауылға бір келіп кетіп, сол жобамызды көріп, өзі танысып, сол жерде өзі айтатынын айтады. Бұны не үшін бұл паркті бюджетке енгіздірмедім, бюджетке енгізуді неге сұрамадым? Себебі бұл осы ауылдың бірліктің арқасында жасалып жатқаннан кейін осындай бір жақсы дүниені естелік ететін бір тарихи мұра десем қалай болады екен? Тарихи бір сондай бір өскелең ұрпаққа тарихи бір мұра ретінде осындай бір дүниені жасағанбыз кезінде деп, сол мақсатта ғана бұны бюджетке енгізбей, әр адам өз қалтасынан қаражат шығарып, солай жасап жатырмыз біз бұны. Бастағы идея осылай болды, ауылға да осылай, әр тұрғынға осылай айтылды, жеткізілді. Әр тұрғын қолдады. Жалпы жағдай осындай ағайын. Алдағы уақытта тағы өздеріңізбен осы парктың жаңа идеялары туралы өздеріңізбен бөлісемін. Рахмет.